Hey guys, достар, қалдарыңыз қалай? Жақсыздар ма? Менің есімім Шарифа. SMM мобилография саласында эксперт болып табыламын, достар. Қазіргі таңда көптеген жобалармен жұмыс жасап, олардың кәсіптерін миллион теңге оборотқа шығарған маман болып табыламын. Сіздердің запростарыңыздың барлығын тыңдадым, қарадым, жүйеледім, және де осы тегін сабақты ұйымдастырған болатынмын. Негізі бұл сабақтарды, менің осы сабақтарымды көп адамдар ақылы түрде сатып жатады, бірақ мен сіздерге тегін түрде үйреткім келеді, достар. Сондықтан да сабақты соңына дейін қараңыздар, мен сіздерге сабақ соңында бонустар беретін боламын. Қазіргі таңда тек қана SMM блогтар қалайтын болады. Біз деген инстаграмға фото, видео жүктесек болды. Біз деген инстаграмға какой-то бір офер жазып берсек болды деген сияқты мышлениемен өмір сүріп жүр. Ал кәсіпкердің оборотын өсірейік, кәсіпкерге көмектесейік, кәсіпкердің продажасына әсер етейік деген мышление, негізі сондай мышлениемен ойлайтын SMM блогтар аз десем де болады. Кәсіпкер ең бірінші SMM блогты не үшін жалдайды? SMM блогты өзінің продажасына сәл де болсын әсер еткенін қалайды. Сондықтан да достар, оқырмандар, SMM блогпыз ба, біз кәсіпкердің продажасын өсіруге де көмектесуіміз керек. Тікелей сатып бермесек те сатылым жолдарын көрсетуіміз керек. Рилстар түсіруіміз керек. Рилстарымыздың өзі трендтегі бір билер немесе трендовый заттар емес, сатылымға алып келетін рилстар, сатылым алып келетін рилстар жасай білуіміз керек, достар. Инстаграм жүргізу, инстаграмды сауатты жүргізу, инстаграмда продажа жасау, ол SMM блогтың тікелей міндетіне жатады, достар. Енді продажа жасау деген бір чек-листтер жіберіп олай емес, продажа жасауға ықпал ету. Кәсіпкерлер, қазіргі кәсіпкерлерде, мысалы бұрынғыдай ақымақ емес қой, қазіргі кәсіпкерлер SMM блогтан белгілі бір нәтиже күткісі келеді. Менің просмотрларым көбейсе екен деп талап етеді. Одан кейін барып, жаңағыдай белгілі бір сумаға жеткізсе екен, менің оборотымды өсірсе екен, осы SMM блогер деген мышлениемен өмір сүреді қазір кәсіпкерлер. Бұрынғы кәсіпкерлер, олар енді SMM блогердің айтқан сумасын бірден төлейтін. Бұдан 2-3 жыл бұрын, мысалы, SMM блогтар көп ақша тапты. Қазір бірақ кәсіпкерлер ең тәжірибелі, ең сапалы SMM блогтарды қалайды, өздеріне алып келгісі келеді. Егер сіздің қолыңыздан инстаграмды сауатты жүргізу келсе, инстаграм арқылы табыс табу келсе, инстаграм арқылы жаңағы сатылымды күшейту келсе, онда сізге қалаған сумаңызды кәсіпкер төлеуге дайын болады екен, достар. Енді бұлардың барлығын үйрену үшін белгілі түрде бір білім керек барлығымызға. Не үшін керек білім? Себебі адам білімсіз жаңағыдай белгілі бір жетістікке жете алмайды. Мен инстаграмға пост салу білем, мен инстаграмға рилс салу білем, болды, мен SMM дейтін адамдар негізі ол дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі инстаграмға пост салу, рилс салу қазіргі 5 жасар баланың да қолынан келеді. Сондықтан да достар, барынша сауатты жүргізуге тырысайық. Бір проектті аламыз ба, оны оборотқа шығаруға тырысайық, достар. Енді сіздерге оборотқа шығарудың белгілі бір техникаларын айта өтейін, достар. Ең бірінші, оборотқа шығарудың бірінші қағидасы, әрдайым рилстарыңыз сапалы түрде, жүйелі түрде салыну керек. Мысалы, бір күн салып, бір күн салмай деген нәрсе болмайды. Инстаграм жүйесіздікті жек көреді. Сондықтан да достар, инстаграмды барынша жүйелі түрде күніне 2 немесе 3 рилс салу керек. Сол кезде сіздердің просмотрларыңыз көбейе бастайды. Ал просмотр көп болған сайын сіздерді инстаграмда оқырмандар тани бастайды. Және де сатылым келеді екен бұл нәрселер. Енді достар, сізге тағы бір айта кететін нәрсем, қазіргі SMM блогтардың мышлениясында мына нәрсе бар екен. Біз сатылым жасауға міндетті емеспіз. Сатылым жасауға міндетті емессіз, бірақ сатылымның болуына қатысыңыз болу керек. Яғни сіздің рилстарыңыз арқылы клиенттер келу керек. Ал егер сіз күнделікті рилстар саласыз, бірақ ол рилстарыңыз атпаса, ол рилстарыңыз белгілі бір просмотр жинамаса, онда сізге
даже кәсіпкер ақша төлемеуге де хақысы бар деп ойлаймын. Себебі сіз ешқандай нәтиже алып келген жоқсыз, ешқандай оборотқа шығарған жоқсыз, жай ғана рилстар түсірдіңіз, болды мен еңбегім осы деген нәрсе дұрыс емес достар. Сондықтан да барынша кәсіпкердің жаңағыдай кәсібін оборотқа жеткізу керек. Ал ол оборотқа жеткізу, оборотты жаңағыдай өсіру техникаларын үйренгіңіз келсе, онда менің жеке менторлық сабағыма қатыссаңыз болады. Егер де жоқ, мен менторлыққа қатыса алмаймын десеңіз, онда менің жаңағыдай төртеу біреуінде атты курсыма, оның ішінде SMM, мобилография, таргет, жасанды интеллект салалары бар. В основном SMM мобилографияға фокус бөлетін боламыз. Осы нәрселерге қатыссаңыз, міндетті түрде сіздің оборотыңыз күшейетін болады достар. Енді мен SMM мобилограф болып жұмыс істеп көрмеген дейтін новичоктар болуы мүмкін. Ол адамдар қалай өзін алып кете алады? Осы нәрселерге тоқтала кетейік. Қазіргі таңда рассрочка беру, рассрочкамен жаңағыдай курс сату деген нәрселер өте қиын. Бұрынғыдай барлық адамдарға бірдей рассрочка бере бермейді. 21+ деген талаптары бар. Ол адамның пенсионқасында бір нәрсе болу керек деген талаптары бар. Деген секілді көптеген талаптар болады. Қазір барлық адамдарға рассрочка бере бермейді. Сіздер бірақ өздеріңіздің қашанғы жүре бересіздер осындай бір белгілі бір айлыққа қарап. Сондықтан да достар, өздеріңіздің ақшаларыңызды көбейту мақсатында, өздеріңіздің белгілі бір суммаларыңызды табу мақсатында білімге де инвестиция құйып үйреніңіздер. Сіздер білімге қаншалықты көбірек инвестиция құясыздар, соншалықты сіздерге де көбірек суммалар келетін болады. Білімге салған ақша ол міндетті түрде өзінің жемісін береді, ол міндетті түрде қайтып келеді достар. Және достар, жоба соңында мен міндетті түрде сіздерге проекттер, клиенттер беретін боламын. Бұл жағынан ешқандай да уайымдаудың қажеті жоқ достар. Енді достар, осы сабақта біз не үйренеміз? Менің сабағымда сіздер міндетті түрде ең бірінші SMM-нің жұмысы қандай болады? SMM-нің міндеттері қандай? Осы сұрақтарға жауап табатын боласыздар достар. Және міндетті түрде SMM-нің жасайтын жұмыстары мен сіздерге 100% үйрететін боламын. Видео монтаждауды тоже үйрететін боламын. Мобилография сабақтары тоже болады бізде. Және де бонусқа жасанды интеллект саласы, таргет саласы берілетін болады. Қараңыздар, сіздер бар болғаны 50 мың теңгенің ішінде осы 4 нәрсені қамтып шыға аласыздар. Бұлай қарап тұрсаңыздар, нарықтағы ең арзан баға менікі деп ойлаймын. Себебі нарықта мұндай баға жоқ. Пәтше айтқанда барлық адамдар өздерінің суммаларын қазір 100 мың, 200 мың, 300 мың, 400 мың, 500 мың теңге сатып жатыр. Менікі олай емес. Ал жеке менторством тек бүгін тіркелген адамдарға небәрі 120 мың теңгеге беретін боламын достар. Сондықтан да тіркеліп қалыңыздар. Білімнен ешқашанда ақша аямаңыздар. Сіздермен болған Шарифа. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ал бонустарды алу үшін менің жекеме бонус сөзін жазыңыздар. Мен сіздерге бонустарды жіберетін боламын.